Сәлем достар, камералар мен бейне тіркеуіштер кейде керемет оқиғаларды түсіреді. Мұндай оқиғалар нақты өмірде болмайтын секілді. Қазір сіз камераға түсіп қалмаса ешкім сенбейтін ең қызықты сәттерді көресіз. Ойлап қараңызшы, машинадағы адам мынандай көріністі көрген кезде қаншалықты таң қалғанын. Егерде мен бұл машина тұрақта тұрғанын көргенімде, кез келген адам мен бұл машина жүрмейді деп бастесер едім. Ал мына машина орнынан қозғалғанда екіге бөлініп қалды. Ең қызығы, егесі түсудің орнына қасындағы машинаны соғып жатыр. Егер сіздің қолыңыз гүл адам болсаңыз, күнделікті көріп жүрген велосипедтерді өзгертіп, ерекше қылып жасауға болады. Иә, мұндай велосипедпен жүру қолайсыз болады, бірақ серуенге шыққан кезде айналаңызды жақсы көресіз және де көрген адамдарды күлдіресіз. Погрузчик жүргізуші қандай қасиеттерге ие болу керек? Ұқыптылық, мұқияттылық және де жылдам әрекет ете білу керек. Мына жігітте солардың барлығы бар секілді. Бұған кез келген тауарларды сеніп тапсыруға болады. Сіз қолмен акула ұстадым десеңіз, ешкім сенбейді. Сізді өтірікші алдап жатыр дейді. Ал егер де бейнетаспаны көрсететін болсаңыз, онда олардың ойы өзгереді. Мына бейнеде азамат лифттен шығайын деп жатқанда, бір топ спецназдар кіріп, шыға алмай солармен бірге келесі этажға көтеруге тура келді. Бұл жерде бейне бақылау болмағанда, мына машинаның егесі кім артқы орындыққа отырмақшы болғанын айтса да сенбес еді. Мына супер әке машинадағы сумкаларда ұйықтап жатқан баласын иығына көтеріп алды. Келесі есікті ашып, тағы бір баласын қолына алды. Иә, әке болу оңай емес. Машина жүргізушісі өте мұқият болу керек және бұрылған кезде дұрыс есепке алу қажет, әсіресе жүк машинасының жүргізушілеріне. Алдыңғы бейнедегі жүк машина жүргізушісі мына тракторшыдан үйрену керек екен. Қанеді барлық жүргізушілер осылай болса. Алдында келе жатқан мына машина аздап жылдам жүргенде не боларын ойлаудың өзі қиын. Сіз тәтті тағамдар, сусындар сататын автоматтардан шоколадтар көптеп алатын болсаңыз, арасында осындай қуларды кездеседі. Ақшасын алады, бірақ шоколадты бермейді.